Кстати, қыздар, кеше Алматыға келе сала, бірінші очередте мен кірпігімді жасатуға бардым. Ақсәуленің командасындағы қыздар прям топ деп айтсам болады. Алдыңғы кірпігім менің 1 айдан аса уақыт бойы тұрды. Содан кеше ғана жасаттым, осындай әдемі етіп. Бота деген қызға, Бота менің феям десем болады, кірпігімді жасайтын. Бірден әдемі етіп жібереді. Мендегі қазір 3D объем. Достар, дала деген жанып тұр. Мен жұмысыма келсем, жұмысым вообще жанып тұр. Мен кондерді қосып қойдым, кішкене күту керек. Соның ентігімді басып отырмын. И алдында мен Пиндодадан заказ берген ғой. Чехол заказ бердім, цепочка заказ бердім. И бір заказымды алмай қалғам сол кезде. Келмепті да. Натуральный мокрый эффект деп аталады. Мен дәл осы эффектті жасап жүргеніме дәл сол Ботаға жарты жылдай болып қалыпты негізінде. Егер қыздар осындай әдемі кірпік жасайтын прям күшті топ мастер іздеп жүрсеңіз, мен қазір астына Инстаграмды белгілеп кететін боламын. Мастерлері расымен де өз ісінің маманы. Кірпігім 1 ай бойы тұрды, және кеше ғана осылай әдемі етіп маған жасап берді. Одан бөлек ол жерде LED наращивание тоже бар. Көзіңіз қызарып немесе сондай бір аллергия беретін болса, LED наращиваниемен де жасатсаңыздар болады. Достар, қалайсыңдар? Короче, бір нормальный бір бухгалтер болса, пожалуйста, маған жай жеріңіздерші. Кто как работает. Просто маған ИП-ға, налог төлегенге, отчет тапсырғанға көмектесетін. Сөйтіп, и сол алдында уведомление келіп тұр, уже келді деп. Сонымен бір зат үшін базарға барам ба деп жүргенен, жақсы сол затымды алып алдым. Міне мынау сырға күшті, маған осындайлар ұнайды. И алдында тоже кешірім мынау сеточканы заказ берген ғой. Осы екеуін бірге тағам деп. Қараңыздар, күшті келіп тұр, Маған осындай заттар қатты ұнайды бар ғой. Прям обожаю. Күшті. 1-2 күнде шашымды боясам, вообще күшті болады. Адам керекті, бухгалтер керек кәдімдей, чтобы керек кезде налогын төлеп, отчетымды тапсыратындай, нормальныйлар андай. Өтірік ученицам істеп еді, анау істеп еді, өтірік болып қалды, ақшасын алып қойды, штраф кеп қапты, штраф 90 мың екен. Мен я не на ту кнопку нажала деген емес, ответственный бір бухгалтерлар болсын, напишите, пожалуйста. Услугаларыңыздың ценасымен бірге.